Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Өмір Кезет. Короче, достар, мен өзімнің, ютубыма кіріп қалсам, мына жерде тұр. Оны сосын айтамын, қазір айтпай бірінші. Менде достар көп уақыт видео шықпай кетті, сол үшін кешірім сұраймын достар. Вообще қанша ай болып кетті мына менде ең соңғы шыққан видео мынау достар, бірақ мен жоқ, бүгін салдым достар. Бірақ одан алдыңғы видео достар, мынау ол вообще достар ұзақ болып кетті. Менде видео шықпай қалды достар. Достар, кешіріңіздер. Сол үшін және достар, ал енді бір жақсы жаңалық та бар. Менің достар каналымда 170 подписчик бар да. Сосын барып мен каналымда қарап атпаймын. Бір видео салдым ғой қазір. Осыдан алдын сол видеоны салып болғаннан кейін барып қарап атпаймын ба каналымда. Сөйтіп қуанып отырмын, ана кинолар түсірдім ғой, качуралас анау мынау деп. Достарым шақырып, түсіріп едім ғой. Сол киноны деген, ё-моё, мынанша просмотрлар жинап кетті ғой достар. От души сіздерге бар ғой. Сосын достар, шашымды мынандай қылып тастадым. Мынандай қылып қоямын, енді бүйтіп қоярам. Нормально ма достар? Нормально болса лайк басып кетіңіздер. Достар, және де мен по прикол түсіре салған видеом мынау, және де оның просмотры бу-бу-бу-бум 2600 адам қараған достар. Ол вообще соны көріп мен деген шок болдым ғой прям достар. Ебайт. Достар, енді сол достар, егер де осы видеоны примерно 2-3 күннің ішінде примерно максимум 30-40 адам қараса, мен сұрақ жауап түсіремін. Егер де аз адам қараса, ол сұрақ жауап түсірсем мен көбі аз адам вообще қоймайды да, қойып үлгермейді, то есть қоймайды сұрақтарын достар. Сондықтан да аз адам болса мен істей алмаймын достар. Бірақ егер де осы видеода көп не болса, көп адам комментарий жазып өзінің сұрақтарын қойып кетсе, примерно комментарий 10-нан көп болса достар, мен смело сұрақ жауап түсіремін достар. Сұрақ жауап, дәл сол 10-нан көп болады ғой. Сосын осы видеоға примерно 10-нан асырып лайк жинапсаңыздар, жайт қойып 5 лайк жинапсаңыздар достар. Маған бәрібір қанша лайк болсын, жинапсаңыздар, сол кезде сұрақ шығады достар, сұрақ жауап рубрикасы. Ал давайте достар, жайт, осыдан видеомыз аяқталсын достар, жарайды. Менде өткен память аз достар. Қазір осы видеоны салып болғаннан кейін сразу память тазалап тастаймын достар, сосын сұрақ жауапты ұзақ қылып түсіруге тырысатын боламын достар. Давайте. Сіздермен бірге болған мен Өмір Кезет. Қош сау болыңыздар. Комментарийға сұрақтарыңызды жазып, лайкты басып, достарыңызға жіберіп, бәріңіз сұрақтарыңызды қалдырып кетіңіздер. Мен бүкіл оқимын, бүкіл жауап беремін достар. Ал, давайте. Және бір сұрақ емес, 5-6 қойып кетіңіздер. Давайте.